Облыстық ішкі істер департаменті мен жергілікті полиция қызметкерлерінің бір күндік жалақысы алынып, марқұм Досболдың отбасына берілген жаңа үйдің ауданы 138 шаршы метр, қосымша шаруашылық алаңшасы 108 шаршыны құрайды. Мұнан бөлек ортақ қаржыдан отбасыға ірі қара мен ұсақ малдар және тұрмыстық техникалар алынған, компьютер мен қажетті жиһаздар да бар. Я қуанарымызды білмей, я жыларымызды білмей қалдық. Балам тірі болғанда 5-6 үй салар еді деп ойлаймын. Арманы болды. Милиция болу еді армия. Содан сол службаға келейін, мама кейін жалғастырамын оқуымды деп, өзі сұранып кетіп еді армияға. Бұлай болады деп ойлаған жоқпыз. Ол өзінің жаңағы мамандығын адал болды. Сол кездің 3 ай оқыды, 3 айдың өзінде грамоталар алып келді. Естеріңізге сала кетсек, 1997 жылы туған Шардар ауданы Көксу ауылының тұрғыны Қазақстан Республикасының ұлттық гвардиясының сарбазы Досбол Сапар Еркінбекұлы биыл 5 маусым күні Ақтөбедегі нөмірі 66-55 әскери бөліміне жасалған қарулы шабуылдан көз жұмған еді. Бір жағынан әріптесіміз, бір жағынан жерлесіміз. Біздіңізде осы жерде отырған оңтүстік Қазақстан полицейлерін қабырғамыз қайысып, сол себептен жеке құрамның ұсынысын қолдап, бір күндік жалақымыз бөліп, осындай Шардара қаласынан, осындай Досболдың әулетіне, артында қала жатқан бала шағасына, әке-шешесіне, жеке құрамның атынан облыс әкім қолдап, рахметін білдіріп, осы бүгін үй тапсырып жатырмыз. Бұл баспананы марқұм Досболдың шаңырағы деп білетінін жеткізген өңір басшысы отаншыл ұлды дүниеге әкелген ата-анаға алғысын білдірді.